Сәлем қыздар, сіздерге мен дайын лекала бердім уже. Енді осы лекала бойынша суретте кеудешені тігеміз. Сіздерге қыздар ескертіп кетейін, мен 42-ші размерден басталатын лекала бердім, яғни ол біздің российский размерлеріміз. Ал біз көбінесе европейский размермен жүреміз, яғни турецкий размерлер 36-тан басталады. Сол жердегі 52-ші размер, мен сіздерге қалай есептеулерін көрсеткенмін. 52-ші размер, ол біздің 46-ші размеріміз. Кеудеше тіккен кезде біз егер 44-ші размерді киетін болсақ, міндетті түрде 46 деп аламыз, өйткені біз оның ішіне синтепон саламыз, сосын ол кішкене пышный болып тұрады да, размері кішірейеді. Біз оның үстіне кеудешені жабыстырып кимейміз, кеңдеу қылып киеміз. Сол үшін 42-44 киетін болсаңыз, сіз 46, даже 48 қылып алсаңыз да болады. Менің қазір тігейін деп жатқан кеудешем 44-ші размерге, 42-44-ші размерге кетеді, яғни S. Мен аламын готовый лекаладан 52-ні. Ол біздіңше 46 болып саналады, бірақ осы лекаладан мен бір шама жерлерін өзгертемін. Ал енді бізге керек материалдарды айтып өтейін. Синтепон, шамалы ғана алсаңыз болады, синтепонның өйткені ені үлкен. Сосын мен қолданып жатқан шторный велюр, сіз қалаған велюрыңызды алсаңыз болады, жаккард алсаңыз да болады, өзіңіздің ыңғайыңызға қарап мата алсаңыз болады. Королевский велюрдан болады. Сосын міндетті түрде астар аламыз, я? Например, любой астарды алуға болады. Мынандай вискоза алуға болады, тафта алуға болады, шелк алуға болады, немесе специально осы камзол шапандарға арналған астар алуға болады, я? Мен бүгін алатыным вискоза емес, просто вискозанды болады деп көрсетіп тұрмын сіздерге. Мен шелк аламын. Так, ең әуелі біз лекаламыздан дұрыстайтын жерлерімізді дұрыстап алайық. Бізге керегі, мен шығарып алдым, сіздерге әрбір размерден 6 А4 бумагадан беріледі, оны кесетін жерлерін кесіп алып, скотчтан біріктіріп, скотчпен біріктіріп аласыз. Енді мен бұл жерде бұл готовый базовый лекала деп аталады. Бұл лекала арқылы көйлек, кез келген көйлекті, кофтаны барлығын тіге аласыз. Яғни мен камзолды да тіге аламын. Ол үшін мен шамал жерлерін өзгертемін. Мысалы үшін бізде бұл жерде қолтық ойындымыз үлкендеу және қысқа. Осыны мен шамалы қысқартып, сосын ойындымызды кеңінен қып аламын. Содан кейін біздің көйлегіміздің боковой, яғни жан тігістерінде мына жағын қатты ұзын қылып алмаймын, бұл жерінде шамалы қысқартамын. Бізге керегі, кеудешені тігуде керегі английский, российский булавкалар, сосын мен сызуға қолданатын обычно сабындар, сіздер мел қолданасыздар ма, тігінге арналған дайын борлар қолданасыздар ма, оны өз ыңғайларыңызға қарайсыздар. Мен қолданатыным тек қана осындай сабындар. Сосын мынандай косичкалерді қолданамын мен. Бұл жерде мойын-мойынсын, қолтық ойындысын оңғаратқан кезде кішкене вырезер тастамасам ыңғайсыз болып қалады. Сол үшін қолданамын. Сонымен қатар кәдімгі өзім қолданып жүрген қайшы және линейка. Қазір линейкам бар осы жерде. Линейканың да метровый аласыз ба, үйдегі кәдімгі балдардың қолданып жүрген 25 сантиметрлігін аласыз ба, оны барлығын өзіңіз білесіз. Біздің кәжекейімізге, яғни кеудешемізге ешқандай да оверлок керегі жоқ, тек қана машина болса болды. Так, қыздар, бірінші біз лекаламызды кеудешемізге лайық қойып алайық. Мынау біздің алдымыз, мынау артымыз. Біздің алатын размеріміз 46, лекала бойынша 52-ні аламыз. Так, мен де мына жерде қолтық ойындымды ол матаға келген кезде бірден қосамын. Қатты ойып алмаймын, шамалы овальный қылып аламын. Және мынау қысқа болып тұрған жерімді шамалы үлкейтемін. Сонымен қатар жан тігісінен мынау бізде бұлай кеткен ғой, осыны 1,5 сантиметрдей ішке қарап кіргіземін. Міне 1,5 сантиметр. Бел сызығына дейін осылай жүргізіп аламын. Өйткені бізде кәжекейде екі жағымыз, қолтық жағымыз бұлай кетіп қалмау үшін шамалы азайтып аламыз, е? Так, дәл осыны біз арт жағымыздан да аламыз. Артымыздан енді 1,5 сантиметр емес, 1 сантиметр аламыз. Бір сантиметрді сызып алдым. Және тура мынау қолтық ойындымызды өзгертіп алдық қой. Яғни біз қанша түсірдік бұл жерден? 2 сантиметрдей түсірдік, е? Дәл осы 2 сантиметрді артқы лекаламыздан да түсіріп аламыз.
Бізде қараңыздар, алды мен артының қолтық ойындысы қатты білініп тұр, алды жағы ойықтау. Біз енді осыны мынау артқы ойығын қалдырамыз да, алдыңғы ойығынан шамалы көтереміз. Міне, алдыңғы ойық дәл осылай болу керек. Артқы ойығынан, міне, мынау артыңғы ойығы болса, мынау алдыңғы ойығымыз артқы ойықтан сәл ғана бері болу керек. Болды, қалған жағымыздың бәрі осы күйінде қалады. Енді матаға қойып пішіп алсақ болады. Міне жаңағы қолтық ойындымыздың артық жерін кесіп алдым. Енді матаға қойып пішуді бастаймын. Қыздар, матаны пішер алдында мән беріп қараймыз. Матамыздың ворысы төмен қарап жату керек. Көтеріліп тұрмау керек. Міне, тек қана төмен қарап жату керек. Бұл былай. Не былай тұру керек. Осыған қарай пішеміз. Міндетті түрде матаның сол жағынан, яғни теріс жағынан пішетін боламыз. Қыздар, сіздерге тағы бір айтып кететін жайт, біздің кәжекейіміздің шамалы бөксе жағы кеңдеу. Ол үшін біз жаңағы дайын лекаламызға, бөксе жағымызға 2 см қосамыз. Яғни біздің бөксе жағымыздың көйлектің размерімен алынған болса, осыған 2 см қосып кеңейтіп аламыз. Сосын бұл кәжекейді егер сіздер ұзын қып тіккіңіз келсе, дәл осы фигурамен тек бөксе жағынан қалаған размеріңізді қосасыз. 25 қосасыз ба, 30 қосасыз ба, или болмаса өте тобықтан келетін ұзын қыласыз ба, қалаған размеріңізді өзіңіздің бойыңызға қарап қоса бересіз. Ал кеттік, ендеше сызып дайындап алайық. Мына менде арты, ең әуелі артын пішейін деп жатырмын, сосын алдын пішемін. Дайын лекаламызды материалға түсірген кезде міндетті түрде 1 сантиметрімізді тігіске есептеп аламыз. Және бөксемізге де 2 см қосып аламыз дегенмін, соны да қосып сызамыз. Лекаламыздағы деп жатырмын, сосын алдым пішемін. Дайын лекаламызды материалға түсірген кезде міндетті түрде 1 сантиметрімізді тігіске есептеп аламыз. Және бөксемізге де 2 см қосып аламыз дегенмін, соны да қосып сызамыз. Лекаламыздағы дайын берілген вытечкамыздың линияларын линейка көмегімен материалымызға түсіреміз. Және біздің вытечкамыз, яғни мынау ромбик болып тұрған сызба, ол жерде лекаламызда 1,5 см, біз 1 см қылып алсақ болады. Өйткені біздің кәжекейіміз денемізге жабысып тұрмайды. Дәл осы дайын болған лекаламызды сызып алғаннан кейін жаңағы линияларымызды екінші жағына түсіріп аламыз. Міндетті түрде лекаламыздан өлшеп алып, екі жағында бірдей қылып сызамыз. Ал енді алдыңғы бөлігімізді дайындап алайық. Ол үшін біз лекалаға енгізетін барлық өзгерістерімізді ескере кетеміз. Сонымен қатар біздің алдымыз ашық болғандықтан оған тігіске де 1 см міндетті түрде қалдырамыз. Сол үшін лекаланы былай жақындатып алмаймыз. Бүктелген жерден, ондай міндетті түрде бүктелген жерден аламыз ғой. Міндетті түрде 1 см қалдырып аламыз. Және пішердің алдында қыздар ұмытпаймыз, міндетті түрде 1 см алып кесетін боламыз. Өйткені ол біздің 1 см тігіске кетеді. Жаңа қолтық ойындысында терең алмаймыз дедім, оны да ескереміз. Қалған бөлігін мен уже кесіп дайындап қойғанмын. Сіздер де кесіп дайындап алыңыздар. Ал ендеше кеттік. Артқы бөлігіміз сияқты алдыңғы бөлігіне де 1 см тігіске қалдырып, бөксемізге 2 см қалдырып сызып аламыз. Вытечкамыздың линияларында осы лекаламыздың көмегімен линейка арқылы түсіреміз. Бұл жерде бір артықшылығы тек көкірек тұсымызда 1,5 см болатын вытечка бар. Дәл осы линия бойынша екінші жағына да түсіретін боламыз. Мінекей достар, біздің басты материалымыздағы сызбалар дайын болды. Енді дәл осы өлшемдерді астарға сосын барып міндетті түрде синтепонға түсіріп аламыз. Одан кейін барып вытечкілерін тігіп шығамыз. Ешқашан вытечкілерді кесіп тастамаңыз, ондай қателіктер де болып жатады, бірақ кесуге болмайды. Оны тек қана тігіп қоямыз. Тіккеннен кейін үтіктейміз, сонда жатығымен әдемі болып тұратын болады. Ал ендеше астарымызбен синтепонымызға түсіріп алайық. Қыздар, дайын материалға түскен өлшемімізді астарға түсірерде тек қана осыны бастырып кесіп аламыз. Тігіске 1 см қалдырмаймыз, өйткені біз дайын материалдан уже тігіске қалдырып отырмыз. Ең әуелі борымен сызып алсаңыз да болады, немесе бірден қайшымен кесіп алсаңыз да болады. Мен мынау ақ астар сіздерге көрінбейтін болғандықтан екіншісінде уже қараға ауыстырдым. Вытечкілерінде астарға міндетті түрде түсіріп аламыз, өйткені вытечкілеріміз астарда да болады.
Мінекей қыздар, сіздерге көрінбей қалатын шығар деп шамалы қоңырлау астар алдым. Тура осылай екі жағына да сызып алдым. Міне өтечкілерін. Енді осы біздің главный матамыз арқылы алдыңғы бөлігімнің ортасын қақ бөліп аламын. Енді дәл осы главный матамыз арқылы синтепонға түсіріп кесіп алу қалды. Одан кейін жаңағы біздің клеткілерімізді сызып алып тігу қалды, иә? Біздің вытечкілеріміздің линиялары дайын. Біздің астарымызбен негізімізде вытечкілердің өлшемдері өзгермеу керек. Яғни ешқандай да өзгеріссіз қалу керек. Екеуінің өлшемі бірдей болу керек. Ал енді көйлектің, яғни кәжекейіміздің негізі бойынша синтепонға түсіреміз. Ол үшін бағанағы сызып алған вытечкілердің бәрін ең әуелі тігіп аламыз. Астарда да, негізде де. Одан кейін астарлап, яғни сырып тігетін линияларымызды жүргіземіз. Линияларымыздың ара қашықтығы қандай болу, ол өзіңізге байланысты. Арасын жиі қылсаңыз да болады, немесе алшақтау қылсаңыз да болады. Мен көбінесе осы линейканы екі айналдыру арқылы жүргіземін. Немесе одан да жиі қылып алсаңыз болады. Ең әуелі мен кәже киімнің иығындағы бұрыш пен етегіндегі бұрышты біріктіремін. Дәл осылай екі жағынан да аламын, және осының бойымен қатар-қатар сызып түзуге линиялар жүргіземіз. Ал енді вытечкілерді тігіп алайық. Мінекей қыздар, барлық вытечкілерін тігіп алдым. Енді үтіктеу керек. Үтіктеп болғаннан кейін линияларын сызуға болады. Қыздар, мен бағана көрсеткенімдей, ең әуелі мына ұшымен мына ұшын біріктіріп сызып алам. Сосын міндетті түрде мына ұшымен мына ұшын сызып алам, иә. Сосын соның линиясымен бірге кетем. Бұл жолы мен клеткісін майдағылайын деп жатырмын. Ал ендеше кеттік. Мен уже сызып үйреніп қалғаннан кейін примерно линия осы жаққа қарап баратынын білем. Бірақ сіздер желательно мынандай ұзын линейка қолданыңыздар. Дәл осылай енді мына жағында жасап алам. Дәл осы линиямен бірге келу керек мына жағда. Дәл енді осының бойымен тура мына несімен алып кетем міне. Линейканың размерімен бірдей қылып алам. Сонда менде майда әдемі болып шығады. Дәл осылай мынаны да алып жүремін. Осы линиямен, тура осы линиямен былай айналып келем ғой. Міне, осылай кесіп. Сосын мына линиямен жасайым, кесіп байлан. Сонда клетка шығады бізде әдемі. Ал ендеше кеттік сызып алайық. Мінекей қыздар, екі жағының да уже линиялары дайын. Даже мындай кішкентай линияларына шейін бірдей болу керек, сонда әдемі шығады, бір-бірін үйлестіріп шығады. Енді мен бұны синтепонға қойып, синтепонды кесіп алу ғана қалды. Ендеше соны жасаймыз, кеттік. Ал ендеше синтепонымызға дайын лекалаларымызды қойып аламыз. Міне булавкілеріміз осы кезде қажет болады. Булавкілерімізбен қадап шығамыз.